Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге духовкада піскен тауық картошка тағамының рецептімен бөлісетін боламын. Біздің балалардың ең сүйікті тағамдарының бірі. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Барлық ингредиенттерді описанияға жазып кететін боламын. Егер маған тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Бұл тағамның жасалуы маған қатты ұнайды. Просто турайсыздар да, пакетке саласыздар да, пешке саласыздар болды. Ешқандай уақытты да алмайды. И өте дәмді тағам болып шығады. Отбасыларыңызға ұнайды деген 100% сенімділікпен айтамын. Себебі менің отбасыма өте қатты ұнайтын тағам. Бізге керекті заттар: тұз, сүт, майонез, бұрыш, қара бұрыш қолданатын боламын. И магидің приправасы негізінде барлық түрі болады. Тек тауыққа арналғаны болса болды. Картошка и бір тауық. Білесіздер, тауықтың бір жағымсыз иісі болады. Сол жағымсыз иісін кетіру үшін мен сүтпен бір жуып алатын боламын. Сүт тауықтың жағымсыз иісін жақсы кетіреді. Сүтпен жуамда, содан кейін сумен жақсылап шайып аламын. Бұл міндетті емес, өз қалауларыңызбен сүтпен жусаңыздар да болады, жумасаңыздар да болады. Сүттен жуғаннан кейін жақсылап сумен шайып алдым. Енді тауығымызды бөлшектеп кесіп аламыз. Тауығымыздың барлығын турап алдық. Енді картошканы турайтын боламыз. Картошканы соломкаға турайтын боламын, тез пісу үшін. Егер де бұдан үлкенірек долька қылып турайтын болсаңыздар, ол ұзағырақ пісетін болады. Егер де осылай кішігірім соломка қылып тураған дұрыс, сол кезде картошкамыз тез езіліп пісетін болады. Картошкамыздың барлығын турап алдық. Енді мариновать ететін боламыз. Тұз, бұрыш, магидің приправасын салып, майонезді үстіне салып, жақсылап араластырып, жоқ дегенде бір 3 сағатқа қойып қойсаңыздар дұрыс болады. Себебі дәмдеуші бір-біріне сіңіп
тауыққа дәмдеуіштер сіңіп өте дәмді болады. Егер де уақыттарыңыз жоқ болатын болса, асығыс жасап жатқан болсаңыздар, онда бір жоқ дегенде 10-15 минутқа қойып қойсаңыздар, тауықтарыңызға дәмдеуші кішкене болса да сіңіп дәмдірек болады. Содан кейін барып Магидің пакетіне салып пісіретін боламыз. Магидің пакеті қыздар осындай приправаның үстіңгі жағында тұрады. Міне сіздерде видеода көрсетіп жатырмын. Осыған қазір тауығымызды салып пісіретін боламыз. Мен тауығымды 3 сағатқа холодильникке мариновать еткізіп қойып қойдым. Енді 3 сағаттан кейін осы Магидің пакетіне салып пісіретін боламын. Осындай қызыл жіп сияқты болады. Бұл пакеттің аузын байлау үшін. Тауық картошкамызды пакетімізге салып алдық. Енді пакетіміздің аузын тура видео көрсеткендей жауып аламыз. Содан кейін барып пакетіміздің үстін бір 5-6 жерден тесіп қоятын боламыз. Біздің тауығымыз бен картошкамыздан су бөлініп шығады. Сол суымыз жақсы тартылу үшін тесеміз. И біздің пакетімізге ауа кірмейді. Сол ауа кірмегендіктен пакетіміз жарылып кетуі мүмкін, ісініп. Сол себептен осылай тесіп қоямыз. Енді осы тесіп қойғаннан кейін барып қызып тұрған пеште 250 градуста тауығымызды 45-50 минут пісіретін боламыз. 45-50 минуттан кейін тауығымыз пісті. Қыздар, міне мен пештен қазір ғана алдым. Пакетіміздің ішін анықтап қарасаңыздар, ішіндегі майы бұрқылдап қайнап жатыр. Бұл суы емес, қыздар, суы почти что тартылып кетті. Бұл бұрқылдап тұрған тауықтан бөлініп шыққан май. Пакетіміздің бетін аштым. Қыздар, анықтап қарасаңыздар, бұл жаңағы айтып кеткенде бұл майы тауықтан шыққан өте дәмді. Егер бір рет жасап көрсеңіздер, сіздердің ең сүйікті тағамдарыңыздың бірі болатынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер, лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.